Көз самғаранда төмен ұстам көркөрлеп құтылар деп қанды көз қайқарымызға аспанға көре тұра қалады қашқан түлкі құтылмасын білген соң құр қашқанда аузын ашып оғақтап сыңғайрар ол да талас қылады шыңын жаққа қызық көрер көңілді болса аңшылар шабар жері қарамаш шығырғанға қырық пышақпен қыршындап тұрған түлкі ода осал жау емес қарампанда сегіз найза қолында көз аудармай батырды аял қылмай ертең таңда көктем қаран сорала жуғанда жарқ жұрқ етіп екеуі айқасады жеке баты шыққанда қандай біреу көк біреу жер тағысы адам үшін батысып қызылғанда қарап бәр ұқсайды қасас болып шомылғанда қара шашын көтеріп екі шынтақ ол да бүлк етпей ме сипатында аппақ ет қып-қызыл бет жап-жалаңаш қара шаш қызыл тұзды жасағанда кеуде қалыңдығы сұлу болып бейне ұстар тар төсекке жотасқанда арт жағынан жауырыны біркілдейді қыран бүктеп басына дәл басқанда құсы да есте қоразданар 62 айлалы түлкі алғанда үйірмен 3-9 деп жұмында жас үлкен жанына байланғанда сілке киіп тымақты насыбайды бір атасы көңілің жайланғанда таудан жиде тергенде ала берсе бір жасайын құмарын әр қанғанда көкіректе жамандық еш ниеті жоқ аң болады кеңесін құс салғанда ешкімге зияны жоқ өзін көрген бір қызық есім екенсің жылағанда көкірегі сезімді көңілі ойға бәрі жанып тұрмай ойлағанда ұқпасын үстірт қарап бұлбақтасаң суретін көре алмасын көп бақтасаң көлеңкесі түседі көкейіне әр сөзі бір олам салмақтасаң мұны оқса жігіттер аңшы оқсын біле алмасын құсал дәм татпасын назар салқындағандар өзге ұлт өкілдері үшін байқаудың сөз шеберлері бағыты аяқталды.